танма менің бастамам жобасы аясында Жақсылық керуені номинациясы бойынша жұмысымызды таныстырамыз. Бұл әлеуметтік жоба қоғамдағы жаңашылдық пен жауапкершілікті арттыруға бағытталған. Біздің мақсатымыз жаңашылдық жасау арқылы мейірімді ортаны қалыптастыру. Жоба аясында біз қарт адамдарға, әлеуметтігі төмен балаларға және көмекке мұқтаж жандарға қолдау көрсетуге назар аудардық. Бұл арқылы біз үлкенге құрмет, кішіге қамқор болу қоғамның маңызды құндылығы екенін түсіндік. Әлеуметтік осал топтардан шыққан балалардың қоғамға бейімделуіне де көңіл бөлу, бірлескен іс-шаралар қолдау көрсету, достық қарым-қатынас арқылы олардың ортаға еркін арасында ықпал етуге тырыстық. Жоба барысында балаларды табиғи апаттар салдарын жеңуге дайын болуға және төтенше жағдайлардың алдын алу туралы ақпараттандыруға мән берілді. Бұл олардың қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға көмектеседі деп есептейміз. Бұл үшін жақсылық керуені бұл бір реттік әрекет емес, үздіксіз жалғасатын игі істер жолы. Әрбір жасалған жақсылық қоғамның дамуына қосылған үлес. Біз үшін жақсылық керуені бұл бір реттік әрекет емес, үздіксіз жалғасатын игі істер жолы. Әрбір жасалған жақсылық қоғамның дамуына қосылған үлес. Біздің мақсатымыз жаңашылдық пен мейірімділікті өмір салтына айналдыру. Жақсылық керуені жалғаса берсін. Назарларыңызға рахмет.